Алматыдағы білім ошақтарында парақорлық 12%-ға азайды. Студенттермен жолыққан мемлекеттік қызмет істері агенттік өкілдері осылай мәлімдеді. Қазір құзырлы мекеме қызметкерлері білімгерлер арасында сауалнама жүргізіп, пара алу фактісіне тосқауыл қоюда. Бүгінгі кездесуге 60 студент жиналған. Былтыр алдыңғы жылдан көрі төмендеді. 10-12%-ға. Негізі қазір әр ректор болсын, әр колледждің басшысы болсын, өте үлкен жұмыс жасап жатыр. Өздеріңізге мәлім, былтырғы мына елбасы бекіткен стратегияға байланысты үлкен жұмыс жүріп жатыр. Бүгін ғашықтар күні. 2011 жылы қаңтарда Алматы қалалық жастар саясаты мен мәдениет басқармасы елдегі шаралар жоспарына ұлттық ғашықтар күнін енгізген еді. Бұл құжатқа сәйкес ұлттық ғашықтар күні 15 сәуірде аталып өтіледі. Мамандар қоз көрпеш Баян Сұлу күнін Валентинге балама ретінде қабылдаған. 13-14 ғасырлардағы қазақ эпосы бір-біріне қосыла алмаған ғашық жігіт пен қыздың қайғылы махаббатын жырлайды.